Бір кездері мызғымастай көрінген Кеңес одағы қалай бір сәтте ыдырап кетті? Қысқаша түсіндірейік. Жоспарлы экономикаға негізделген, мәңгіге тіршілік кешетіндей болған одақтың әлсіздігін әшкере ететін көп белгі болған. Біз ең қарапайымын айтайық, бұл дүкендердегі бос сөрелер. Кеңес одағы экономикасы бұл тұста мұнай сатып күн көретін коллапс жағдайында еді. Оны цензура мен пропаганда айтқызбайтын, содан халық та білмейтін. Горбачевтың қайта құру саясатында нарық заңына сай келмейтін мемжоспар болған. Бұл халыққа қажеті жоқ тауар әлі де көп өндіріліп жатыр деген сөз. Горбачевты кеңесті ыдыратып жіберді деген риторика осы кезден бастау алады. Оған ашықтық саясат себеп. Осының өзінде халық Сталиннің, одан кейінгі билеушілердің қылмысы мен қатесін көре бастады. Кеңес халықтарына бірінші болып тиген соққы тұрмыс жағдайы соншалықты нашар екенін түсінуінде еді. Наразылық өсіп, халықтың билікке деген сенімі азайды. Азық-түлік және басқа да қажетті тауарлар үшін кезектер, инфляция, жұмыссыздық мәселелері халықтың ашу-ызасын туғызды. Дәл осы кезде халық қаражаттың бәрі қарулану додасына арналып кеткенін, ал ішкі елдің экономикасы өте әлсіз екенін ұға бастады. Экономиканың әлсіреуі өз кезегінде орталық биліктің беделін түсірді. Әртүрлі республикалар өз экономикалық мәселелерін өз бетінше шешуге ұмтыла бастады. Бұл ақырында олардың тәуелсіздікке ұмтылуына себеп болды. Әрине, бұл Кеңес одағының ыдырауына жалғыз себеп емес, факторлар өте көп. Оның ішінде саяси және тарихи контексті де бар. Оны келесі видеоларымда түсіндіремін. Қызық болса арнаға жазылып, лайк басып отырыңыз.